Достар, менің есімдерім жайлы видео TikTokта кішігірім хит болып жатыр екен. Ол видеода мен тағы бір есімім туралы айтпаған екенмін. Сол туралы айтып кетейін деп шештім қазір. Кеше Кореядан ұшып келе жатып, самолетта Ботагөз деген фильмді тауып алып, соны көрдім. Неге десеңіздер, менің келесі атым ол Бота. Мен келін болып түскен жақта мені Бота келін деп айтады, өйткені мен енеммен аттаспын. Есімімді енем көзінше сұрақ қалса, апаммен аттаспын деп айтам. Немесе мудрый цветоктың қазақшасы деп айтам. Әрине ол қалжың. Айтайын дегенім, Ботагөз деген фильмді көріп риза болдым, өйткені Ботагөз деген өте қайсар, өжет қыз болған екен. Разбор жасап, зерттеп отырып көретін фильм екен, негізі тарихи мынаусы кино екен. Ботагөздің де шаштары ұзын, екі шашқа өріп түскен екен. Менің де күнделікті өмірде шашымды солай екі шашқа өріп жүретінім бар. Ботагөз персонажымен негізі ұқсастықтарымыз бар екен. Ал сіздерді не деп айтады келін болып түскен жақтарыңызда? Және Ботагөз фильмін көргендеріңіз бар ма? Бұл Қазақстан